Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 70-ші сабағымызды бастаймыз. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептерге талдау жасайсың және шығарасын. Бірінші есеп: ауызша есепті және жауаптарын өсу ретімен орналастыр. Сонда сен Әлия тұратын қалада қандай фабрика бар екенін білесің. 8200-ді 40-қа көбейтеміз. 328 мың шығады. Одан кейін 9000-ды 40-қа көбейтеміз, 360 мың болады. 2200-ді 40-қа көбейткенде 88 мың шығады. 2200-ді 30-ға көбейткенде 66 мың болады. 3000-ды 30-ға көбейткенде 90 мың шығады. 9100-ді 30-ға көбейткенде 273 мың болады. 7000-ді 30-ға көбейткенде 210 мың болады. 2500-ді 40-қа көбейткенде 100 мың болады. 9500-ді 30-ға көбейтеміз, 285 мың болады. 49 мыңды 7 мыңға бөлгенде 7 шығады. 42 мыңды 7 мыңға бөлгенде 6 болады. 32 мыңды 8 мыңға бөлгенде 4 болады. 56 мыңды 7 мыңға бөлгенде 8 болады. 88 мыңды 4 мыңға бөлгенде 22 болады. 36 мыңды 400-ге бөлгенде 90 шығады. Енді осы сандарды өсу ретімен жазатын болсақ, бізде мынандай сөз шығады: тоқыма фабрикасы. Екінші есеп сызбасына қара. Берілген мәліметтер нені білдіреді? Есепте нені табу керек? Есепті шығару жоспарын құрып, оны шығар деді. Мысалы, шалбар 90 дана, көйлек 60 дана. Бір-бірін салыстырып, 60 метр артық деп жазып қойған. Енді барлығы қанша метр жұмсаған табуымыз керек. Ол үшін 90-нан 60-ты азайтамыз, 30 болады. 60-ты 30-ға бөлеміз, 2 шығады. Енді 90-ды 2-ге өткенде 180 метр, 60-ты 2-ге өткенде 120 метр, қосқан кезде 300 метр шығады. Жауабы барлығы 300 метр. Үшінші есепті шығар. Бір көзеші 1300 теңге. Ал екіншісі дәл сондай бұйым жасай отырып 1950 теңге табыс тапты. Екіншісіне қарағанда бірінші көзеші екі бұйым кем жасаған болса, онда олардың әрқайсысы қанша бұйымнан жасаған? Бір-бірін салыстырған кезде екі бұйым кем дейді. Мұндай жағдайда біз азайтамыз. 1950 теңгеден 1300 теңгені азайтамыз. 650 теңге шығады. Олай болса 650 теңгеге кем болып тұр. Және екі бұйымға кем болып тұр. Соны 650-ді 2-ге бөлетін болсақ, 325 шығады. Яғни бір бұйымның бағасы 325 теңге. Енді 1300-ді 325-ге бөлгенде 4 бұйым шығады. 1950-ді 325-ге бөлгенде 6 бұйым шығады. Олай болса жауабы бірінші көзеші 4 бұйым, екінші көзеші 6 бұйым жасаған. Төртінші есеп: досымен есепті шығару жоспарын құр, оны шығар. Киім тігетін шеберханада ұзындық 96 метр және 84 метр 2 орам мата болды. Олардан көйлектер тігілді. Бірінші орамға қарағанда екінші орамнан 3 көйлек кем тігілді. Әр орамдағы матадан барлығы қанша көйлек тігілді? Бірінші орамнан 96 метр, екінші орам 84 метр. Екінші орамда бірінші орамға қарағанда 3 көйлек кем, барлығы қанша көйлек? 96-та 84 азайтқан кезде 12 шығады. 12-ні 3-ке бөліп жібереміз. 3 көйлек кем деп айтты. Ол бізде 4 шығады. Яғни бір көйлекке 4 метр қажет екен. 96 метрді 4-ке бөлген кезде 24 шығып тұр. 84-ті 4-ке бөлгенде 21 шығып тұр. Қосқан кезде 45 шығады. Жауабы әр орамдағы матадан барлығы 45 көйлек тігілді. Бесінші есеп: берілген сандарды дөңгелекте ондықтарға дейін. 583-ті ондыққа дейін дөңгелектеміз. Ондығымыз бізде 8, ол бізде 580 болады. Яғни бұл жерде мысалы ондықтарға дейін деп айтатын болса, біз деген мына ондықтың астын сызып қоямыз. Содан кейін соның қасына тұрған сан бар, одан кейін тұрған мысалы 3 деген сан. 3 деген сан болатын болса, ол оған ешқандай ұпай қосылмайды. Ол 0-ге айналып кетеді. 580 болады. 3 деген сан 0-ге айналып кетті. 580 болып кетті, көрдіңіз ба? 2 деген сан болса, ол да 0-ге айналып кетеді. 360 болады. 3 деген сан болса, 0-ге айналып кетеді. 640 болады. Ал енді қай кезде санымыз артады? Жаңағы 0, 1, 2, 3, 4 деген кезде ол 0-ге айналып кетеді, иә? Ал егер 5, 6, 7, 8, 9 болатын болса, ол ондыққа 1 ұпай қосады. Сонда деген қараңыз, 9 бен 9 да ол деген өзі 0-ге айналып кетеді. Ал мына ондыққа 1 ұпай қосады, сонда 5 емес 6 болады, сонда 360 шығады. Енді шамамен өзіңіз былай ойша ойлап қараған кезде 583 деген сан алатын болсақ та, ол деген 580-ге жақын ғой да. Қайсысына жақын соны аламыз, көрдіңіз ба? 580 ол 580-ге жақын. Әлде 590-ға жақын ба? Жоқ, 590-ға жақын емес. 580-ге жақын. 362-ні қарайық. Ол 360-қа жақын. 370-ге қарағанда. Мысалы 643, ол 640-қа жақын. 650-ге қарағанда.
Ал мысалы 359-ды қарайықшы, ол 360-қа жақын болады, 350-ге қарағанда. Көрдіңіз ба? Қайсысына жақын? Соған қараймыз. Мысалы керек, келесі 3622 дейді. Бұл жерде жүздіктерге дейін дөңгелектеуіміз керек. Бірінші жүздіктердің асын бүйтіп асын сызып қоямыз, шатысып кетпеу үшін. Қараңыз, енді мына 2 дейді. 2 деген ол ұпай бермейді. Сондықтан олар нөлге айналып кетеді. 3600 болады. Келесі 9 деген сан. Ондай кезде бір ұпай қосылады. Бұл деген сонда 15 мың болып кетеді. 15 мың. Келесі 5 болса ұпай қосылады. 4 емес 5 болып кетеді. 1500 болады. Так, 4 болатын болса бір ұпай қосылып, ешқандай ешнәрсе қосылмайды, нөлге айналып кетеді. 16300 болады. Келесі бұл нұсқасы мыңдықтарға дейін дөңгелектеу керек дейді. Әр қайсында мыңдықтарын астына сызып қоямыз. 3 болатын болса, ол қосылмайды ешнәрсе, 6000 болып қалады. 4 болса, қосылмайды ешнәрсе, 52000 болады. 2 болса, ешнәрсе қосылмайды, 9000 болып қала береді. 5 болған кезде ұпай қосады, 3 емес 4 болып кетеді, 24000 болады. Алтыншы есеп. Өрнектерді жазбаша есепте және оны тексер. 12000 жетіні 8-ге көбейтеміз. 7 8-ім 56, 6-сын жазам 5 ойда. 6-сын 5 ойда. 0 8-ім 0, ойдағы 5 пен 5. 0 8-ім 0, 2 8 2 16, 6-сын жазам 1 ойда. 1 8-ім 8, ойдағы 1 99. 96056. Және оны тексереміз. 96056-ны 8-ге бөлеміз. 9-ны 8-ге бөлгенде 1-ден береміз. 1 8-ім 8. 98 алғанда 1, 6 жазып қоямыз. 16-ны 8-ге бөлгенде 2-ден береміз. 2 8-ім 16. 0 8-ге бөлгенде 0. Одан кейін 5-ті 8-ге бөлгенде 0. Сосын 56-ны 8-ге бөлгенде 7. 7 8-ім 56. 20000 жетіні 9-ға көбейтеміз. 9 7-ім 63. 3-ін жазамыз, 6-сы ойда. 0 9-ым 0. Ойдағы 6-ның қосқанда 6. 0 9-ым 0. 0 9-ым 0. 9 5-ім 45. 450.063-ті 9-ға бөлеміз. 45-ті 9-ға бөлгенде 5-тен береміз. 0-ді 9-ға бөлгенде 0. 0-ді 9-ға бөлгенде 0. 6-ны 9-ға бөлгенде 0. 63-ті 9-ға бөлетін болсақ 7 шығады. Сонда 20000 жеті болып тұр. 5589 көбейтілген 3. 9 3-ім 27. 7-сін жазамыз 2 ойда. 8 3-ім 24. 2 қосқанда 26. 6-сін жазамыз 2 ойда. 5 3-ім 15. 2 қосқанда 17. 7-сін жазамыз 1 ойда. 5 3-ім 15. Ойдағы 1-мен 16 болады. 16767. 16767-ні 3-ке бөлеміз. 16-ны 3-ке бөлгенде 5-тен береміз. 5 3-ім 15. Азайтқанда 1. 7-ні жазып қоямыз. 17-ні 3-ке бөлгенде 5-тен береміз. 5 3-ім 15. Азайтқанда 2. 26-ны 3-ке бөлгенде 8-ден береміз. 8 3-ім 24. Азайтқанда 2. 7-ні жазып қоямыз. 27-ні 3-ке бөлгенде 9-дан береміз. 9 3-ім 27. Азайтқанда 0. Жауабы 5589. 54006-ны 6-ға бөлеміз. 54-ті 6-ға бөлгенде 9-дан береміз. 9 6-м 54. 0-ді 6-ға бөлгенде 0. 0-ді 6-ға бөлгенде 0. 6-ны 6-ға бөлгенде 1. Сонда 9001 шығып тұр. 9001-ді 6-ға көбейтейік. 1 6-м 6, 0 0 6-м 0, 0 6-м 0, 9 6-м 54, 54006 шығады. 927-м 64-тен 93000 азайтамыз. 4-тен 3 азайтқанда 1 шығады. 6-тан 0 азайтқанда 6 шығады. 0-ден 0 алғанда 0, 7-тен 3 алғанда 4, 2-ден 9 азайтылмайды, 9-дан көмек сұраймыз. 10-ға 2 қосқанда 12, 12-ден 9 алғанда 3 шығады, 8 жазып қоямыз. 834.061. Сосын 834.061-ге 93003-ті қосамыз. 927.064 шығады. Келесі 102.097-ден 100.235 азайтамыз. 1862 болады. Тексереміз. 100.235-ге 1862-ні қосамыз. 102.097 шығады. 20.365-ге 99.876-ны қосамыз. 5-ге 6 қосқанда 11, 1-ін жазам 1 ойда. 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 7 14, 4-ін жазам 1 ойда. 1-ге 3 4, 4-ге 8 12, 2-сін жазам 1 ойда. 1-ге 9 10, 0-ін жазам 1 ойда. 1-ге 2 3, 3-ге 9 12, 120.241. 120.241-ден 20.365 азайтамыз, ол бізде 99.876 болады. Келесі 770.300-ден 7809 азайтқан кезде 762.491 болады. Тексереміз. 762.491-ге 7809 қосқан кезде 770.300 болады. 7-ші есеп, есепті оқы. Есепті шығармай-ақ оның сұрағына бірден жауап бере аласың ба? Жауабыңды түсіндір. Туристер 2 бағытты таңдады. Біріншісі Көккөл, ең ірі тау сарқырамаларының бірі. Оған апаратын жолдың ұзындығы 35 км-ді құрайды. Туристер атпен 5 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Шешуі, қараңыздар. Бұл жерде уақыт қандай? 35 км-ді 5 км/сағатқа бөлеміз, 7 сағат шығады. Келесі, бұрқат асуына дейінгі жолдың ұзындығы 51 км. Бұл асу Сібір мен Азияның жануарлар әлемі мекендейтін жер.
өтуі қиын асуда аттың жүру жылдамдығы 3 км сағат. Елу бір километрді 3 км сағатқа бөлген кезде 17 сағат шығады. Енді қандай сұрақ? Қай жолға туристер көбірек және қанша уақыт артық жұмсайды дейді. 17 сағаттан 7 сағат азайтқанда 10 сағат шығып тұр. Олай болса жауабы екінші жолға туристер көбірек және 10 сағат уақыт артық жұмсайды. Сегізіншіде, сол жақ бөлігін бірден ықшамдауға келмейтін теңдеудің күрделі түрін шешу алгоритмін есіне түсір дейді. Қараңыздар, амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Одан кейін соңғы амалды тап дейді. Белгісіз компонентті анықтаймыз. Белгісіз компонентті табу ережесін қолданамыз. Қажет болса оң жақ бөлігін есептеп аламыз. Теңдеудің түбірі табылды ма? Содан кейін иә болса, егер табылған болса, онда тексеруді орындаймыз. Мысалы, y азайтылған 4760, азайтылған 3568, тең болады 81598. 81598-ге 3568 қосқан кезде 85166 болады. Y табу үшін 85166-ға 4760 қосамыз, 89926 болады. Y-дің орнына 89926-ны қойып азайтамыз, сонда екі жаға тең болады, 81598, 81598-ге тең болады. 55090 бөлінген b қосылған 8867 тең болады 9654. 9654-тен 8867 азайтамыз, 787 болады. b-ны табу үшін 55090-ды 787-ге бөлеміз, ол 70 болады. b-ның орнына 70-ті қойып тексереміз, сонда екі жаға тең болады. с қосылған 4589 азайтылған 5869 тең болады 3216. 3216-ға 5869 қосқан кезде 9085 болады. Сын табу үшін 9085-тен 4589 азайтамыз. Ол бізде 4496 болады. Сын орнына қойып тексереміз. Сонда екі жаға тең болады. 3216 3216-ға тең болады. Келесі x бөлінген 2 қосылған 600 тең болады 2110 азайтылған 1110. 2110-нан 1110 азайтқанда 1000 болады. Сосын 1000-нан 600 азайтамыз 400 болады. x табу үшін 400-ді 2-ге көбейтеміз, 800 болады. x орнына 800-ді қойып тексерген кезде 1000-ға тең болады. 9-шы есеп, кесте бойынша өрнектер құр және жаз, олардың мәнін тап. Азайғыш және азайтқыш беріледі. 305-ті 3-ге көбейткенде 915, 1000-нан 915 азайтқан кезде 85 шығады. 500-ді 4-ге көбейткенде 2200, одан 1100 азайтқан кезде 1100 болады. 250-ді 40-ға көбейткенде 10.000 болады, одан 5400 азайтқан кезде 4600 болады. 25-ті 10-ға көбейткенде 250, 25.000-нан 250 азайтқанда 24750 шығады. Келесі, 6000-ды 5-ке бөлеміз, 1200 болады. 80.000-ға 1200-ді қосқанда 81200 болады. 450-ді 4-ке бөлгенде 1800, 440-ды 4-ке бөлгенде 110, қосқан кезде 1910. 4450-ге 3550-ді қосқан кезде 8000 шығады. 55-ті 30-ға бөлгенде 1650, қосқан кезде 9650. 4500-ді 5-ке бөлгенде 900 болады. 5600-ге 900-ді қосқанда 6500 болады. 10-шы есеп, есепті шығар. Туристік саяхатқа бару үшін артық жанармай алып шығу қажет. Бактың пішіні ұзындығы 8 метр, ені 6 метр. Биіктігі 4 метр болатын тікбұрышты параллелепипед тәрізді. Бактағы жанармаймен қанша 20 литрлік канистрді толтыруға болады? 1 литр 1 дециметр кубқа тең. Ұзындығы 80 дециметр, биіктігі, ені 60 дециметр, биіктігі 40 дециметр. 1 литр 1 дециметр кубқа тең. 20 литрлік қанша канистр? Көлемін табайық. 80 көбейтілген 60 көбейтілген 40, ол бізде 192 мың дециметр куб болады. Ол 192 мың литрға тең. Оны 20 литрден бакқа құятын болсақ, 9600 канистр шығады. Жауабы бактағы жанармаймен 9620 литрлік канистрді толтыруға болады. 11-ші есеп, есепті шығар. Біздің ауданда 2 тауық фабрикасы салынды. Үлкен фабриканың ауданы 60 метр квадрат, ал кішісінің ауданы 40 метр квадрат. Олардың әр квадрат метрдегі құстарға бөлінген орын саны бірдей. Егер кіші фабрикаға қарағанда үлкенде 100 тауық артық болса, онда әр қайсында қанша тауықтан болады? 60-тан 40 азайтамыз 20 болады. 100-ді 20-ға бөлгенде 5 шығады. Одан кейін сол 5-ті әр қайсына көтереміз. 60-ты 5-ке бөлгенде 300 болады, 40-ты 5-ке бөлгенде 200 болады. Олай болса жауабы үлкен фабрикада 300 тауық, кіші фабрикада 200 тауық болды. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.